Келдім. Түсінбедім. Сүйкімді деп таңдап келген жоқпын, сабырлы деп таңдап келдім. Сонда сүйкіміне қарамайсыз ба? Енді ұсқынсыз емес қой. Сіз үшін сүйкімді болып тұр ғой, значит, сіз үшін. Иә, сүйкімді болып тұр. Болса ханым, енді осы сұрақты өзіме бір патенттеп аламау. Ұлболсын ханым, саламатсыз, өте әдемі екенсіз. Жаңағыда Барыспен бір патцвет киініп алған екенсіз. Бір сұрақ. Егер де Барыс мырзамен ара қатынасыңыз дұрыс болмай жатса, таныстық тоқтап жатса, осында отырған қатысушылардың қайсына көзіге түсіп отыр? Мәссаған. Жоқ, ондайым жоқ. Барыс болса барыс, содан кейін келмеймін. Енді сіз Барыс деп кәдімгідей бір нақтылап айттыңыз, бұл енді сіздің ықпалыңызға көне алмай, бір мысық болып қалса, ожидание реальность болып қалмай ма? Білмеймін, көре жатармыз оны алдағы уақытта. Иә, Барыс енді өте әдемі қыз келіп отыр. Саған ең бастысы табандылық, сабырлық. Осы қызды енді қолына ұстап, иә, соңына дейін баруыңа тілектеспін. Ринат? Балауса ханым, қош келдіңіз, ұл болсын да? Иә. Ұл болсын. Мен мына жер жас балаларға таңғалып отырмын, өз-өздеріне реклама істеп отыр ма деп. Жаңа бір жағынан Ораз қалай де тиісіп кетті, типа андай мен неге таңдамадым деген сияқты әңгіме келтіріп отырсыңдар. Может, бұл ажырасқан тұрған ештеңе жоқ. Барыста бір үйдің ерке тотай баласы, мысалға, түр десе түр бар, би десе би бар, мысалға. Жақшаны таңдап келді деймін. Қаяқтан ерке тотай болады, 34-ке келіп жатыр ғой. Сенде қызсың, айтып айтасың әңгімен. Нұржан, былай ғой, ерке тотай деген сен андай қате түсінесіңдер. Мысалға, Барыста бір үйдің кенжесі. Түсінсің ба? Әр әулеттің өзінің кенжесі, өзінің еркесі болады ғой. Көңілі жас оның. Мақұл ғой, енді қарада. Ерке тотай. Барыс, сенің қызыңның жасы қаншада? 9-да. 9-да. Бұл кісінің жасы 18-де. 9 жас кішкентай сенің қызыңнан. О, жаста тұрған ештеңе жоқ сияқты. Сен 34-тесің. Сенен қанша жас үлкен кіші бұл кісі? Мен 33-темін, Нұржан. 33-темін. Енді келесің ғой 34-ке енді осы жылы. Енді келген кезде айтасың сөйтіп. Жоқ, нанды айтан мына жерде енді. Бұл кісіні мен не көріп отырмын, Балауса ханым? Просто бір Барысты бір трамплин қылып көріп, бір жобаға, бір басқа жігіттерге ма, не болмаса бір жобаға осы жерде қатысушы болу мақсатында бір көрініп қалу үшін келіп отырған қыз сияқты да. Мен солай айтқым келеді. Жансая. Қош келдіңіз, ұл болсын. Жап-жас үлбіреген қыз екенсіз. Мен шынымды айтсам таңғалып отырмын. Қыз қалай Барысты таңдап келдіңіз деген. Жоғары оқу орнында оқимын дедіңіз, иә? Ол жерден де жас жігіттер көп қой. Сізге сіз сияқты қас сұлуға көздері түспеу мүмкін емес. Мен оған сенбеймін. Неге солармен бір жалпы ара қатынас болды ма дегенім ғой? Ара қатынас болды, бітті дегенде ғой. Жасына келетін болсақ, мен еркелігімді көтере алатын, айттым ғой кенжесімін деп үйдің. Соған ерке қызбын, соған көтере алатын бір жасы келген өзінің ойы тоқтатқан ер азамат болғаннан кейін таңдап келдім. Балсаған, бір сұрақ қойып жүрейін. Енді түріңізге қарасам, енді бір жақсы, бір бай әулеттен шыққан қыз секілді. Маған солай болып көрініп отыр да, жағдай жасалған, толыққанды. Жалпы көлігіңіз бар ма? Жоқ, көлігім жоқ. Ладно, дейді, ладно, да. Не істейсіз оның көлігін? Көлігін не істейсіз қыздың? О заманда бұл заман. Білмеймін. 18 жастағы қыздан қайдағы көлік? Ой, қазір 18 жастағы қыздарды жоқ, болғаны дұрыс қой, ондай тұрған ештеңе жоқ. Бірақ неге сіз көлік деп қалдыңыз деп жатқаным ғой? Көлік айдайтын қыз сияқты, андай жас, әдемі, сондай болып тұрады ғой. Балауса ханым. Ернар. Саламатсыз ба, қош келдіңіз. Саламатсыз ба? Адам кейпіндегі періште сияқты кіріп келдіңіз. Қойшысыз өйтіп айтпай қойыңыз. Ернар, сақ болыңызшы, сақ болыңыз. Сіз осылай айтсаңыз, соңы басқаша бітеді. Енді қыздарға енді комплимент айтқан жақсы ғой. Ой. Қош келдіңіз дегім келеді. Ұл болсын, е? Өте керемет есім. Енді қараңыз, сізге мынандай сұрақ. Жалпы жігіт баласының, сіздің ойыңыздағы бір типаждағы жігіттің бойындағы болу керек 3 қырды айтып жібересіз ба? Хор қызындай болған ұл болсын ханым. Ұл болсын, өзіңізді бөлемізде дәл қазір жарнамадан кейін міндетті түрде жауабыңызды естиміз.